Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Music Алматы каналы және мен Шерғали Айбек. Достар, бүгінгі біздің қарастыратын аспабымыз біздің магазиндегі ең көп өтімді, ең қол жетімді гитара, ол Джокер гитарасы. Джокер гитарасы бізде 38-ші өлшемде келеді. Производство ел Қытай, бұл ең бізде дешевый гитара. Жалпы достар, характеристикасына келетін болсақ, бұл 6 струналы акустикалық гитара 38-ші өлшемде. Материалына келетін болсақ, клен және липа ағаштарынан жасалған. Корпусы липа, бетқақпағы клен, мойны клен және накладка грифа тоже клен ағашынан жасалған. Жалпы достар, бұл гитара кімдерге арналған? Жалпы бұл енді үйреніп жүрген оқушыларға, гитаристерге арналған. 38-ші өлшем негізі көбіне подростковый өлшем болып саналады. 38-ші өлшемді негізі жасөспірімдер ойнайды. Бірақ үлкен адамдар да ойнайды, но ол сирек кездеседі. Өйткені 38-ші гитараның біріншіден барабаны кішкентай, екіншіден мойны бұда жіңішке және струналардың арақашықтығы өте жақын болғандықтан үлкен адамдардың саусақтары жуан болса, бір-біріне тиіп дауысын шығармауы мүмкін. Сол үшін үлкен адамдар көп келе бермейді. Ал үлкен кісі бірақ арық болса, онда бұл гитара оған болады. Бұл айтқанда бізде ең арзан гитара, гриф бұда клейленген және анкері бар. Бұл гитара, жалпы бұл гитара бюджетті гитара саналғанмен, бұл гитарада жалпы анкер бар. Анкер дегеніміз гитараның мойнымен, яғни грифпен барабанды байланыстыратын үлкен темір стержень. Анкерный стержень деп айтады. Жалпы достар, оның көмегі негізі гриф қисайып қалса, оны орнынан түзеуге болады. Немесе түзу тұрса қисайтуға болады, қисық болса түзетуге болады деген сияқты. Жалпы любой гитара өзінің күтіміне қажет етеді. Гитараны күткіңіз келсе, қатты ыстық жерде және қатты салқын жерде ұстамаңыздар. Өйткені гитараның өзіне ол дыбысына әсер беруі мүмкін. Қысқаша характеристикасы осы достар. Енді дауысын тыңдап көрейік. Біреулер бұл гитарамен тіпті фингерстайл ойнайтындар да бар. Жалпы достар, қысқаша біздің обзор бұл гитараға осындай. Енді үйренем деушілерге өте жақсы вариант. Әрине, маған қымбат гитара керек емес, мен арзан гитарамен үйрене берем деген адамдар болса, осы гитарамен бастай беруге болады. Тағы қандай гитараларға обзор күтесіздер достар, астына жазып кетсеңіздер, біз міндетті түрде түсіреміз. Қандай сабақтар күтесіздер, қандай видео, кавер күтесіздер, астына жазып кетіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған Music Алматы және мен Шерғали Айбек. Сау болыңыз.